Менің есімім Тасанова Айгүл. жылы жоғары оқу орнын бітірдім. Мамандығым психолог-практик. 2012 жылдан бастап жаңадан ашылған Астана қаласындағы нөмір 70-ші мектеп-лицейінде жұмыс жасап келемін. Кәсібіме алғаш қадам басқанда бойымда үрей болғаны рас. Жоғары оқу орнында алған білімімді қаншалықты тиімді пайдалана аламын деп ойладым. Бірақ іс-әрекетімді жоспарлау мен ұжымның қолдауы жұмысымды нәтижелі орындауға септігін тигізді. Психолог болып қызметімді атқарып жатқаныма 7 жылдың жүзі болады. Менің міндетім оқушылардың психикалық денсаулығын нығайтуға бағытталған. Теориялық және тәжірибелік құзыретім оқушылардың дамуы мен әлеуметтенуінің өзекті міндеттерін шешуде алуан түрлі заманауи әдістерді қолдануыма мүмкіндік береді. Оңтайлы және заманауи технологияларды пайдалана отырып, диагностикалық, алдын алу, кеңес беру, түзету, дамыту жұмыстарын жүзеге асырамын. Оқушылардың, ата-аналардың, ұжымның психологиялық білімдерін қалыптастыруға, психикалық денсаулықтарын нығайтуға, психологиялық кеңес беру арқылы жүзеге асырамын. Психолог болу мен үшін ол тек қана кәсіп емес, сонымен қатар өзімді тұлғалық дамыту, өзімнің бағалауымды көтеру, өзімнің кәсіби маман ретінде қалыптасу жолы. Оқушылардың өмірінде қандайда бір келелі мәселелер, сұрақтар болған кезде оны шешуге тіттей болса да өзімнің көмегім тисе, мен үшін нағыз психолог ретінде, адам ретінде нағыз бақыт осы дер едім. Психолог кәсібі ол тек қана өзгелерге көмектесу емес, сонымен қатар өзімді дамыту жолы.